Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен түрік асханасының лағмаджун жасайтын боламыз. Ең алдымен помидорымызды крестик етіп кесіп аламыз, ортасынан үстінен қайнаған су құямыз. Міндетті түрде қайнаған су болу керек. Сонда біздің помидорымыздың қабығы оңай алынатын болады. Бірнеше минутқа ыстық суда қалдырып қоямыз помидорымызды. Келесі ыдысымызға пиязымызды, болгарскийімізді және чесногымызды салып, блендермен бір майдалап аламыз. Міне помидорымызды судан аламыз, қабығынан ажыратамыз. Міне оп-оңай ажырайтын болады. Жаңағы блендермен майдалап алған пиязымыз, болгарский чесногымызға томат пастамызды және укроп петрушка қалауыңызша салып, жаңағы помидорымызды төртке бөліп осылай салатын боламыз. Бәрі біріккенге дейін блендермен еземіз. Барлығын біріктіріп, блендермен езіп алған соң, фаршымыздың үстіне салатын боламыз. Және мына жерде менде тұз, қара бұрыш және паприкам бар. Осыларды салып, бәрін біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Фаршымызды дайындап алдық. Бұл фарш бізге шамамен 4 лавашқа жетуі керек. Яғни фаршымызды 4-ке бөліп аламыз және 4 лавашқа теңдей етіп, осылай теп-тегіс етіп жайғастырып аламыз. Лавашымызды бірінен кейін бірін духовкада 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 15-20 минут фаршымыз піскенге дейін ұстайтын боламыз. Міне 4 лавашымызды осылай духовкада пісіріп алдық. Біздің лағмаджун дайын. Бірденен осылай төртеуін бірденен пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Және пиязымызды долькамен турап, үстіне укропымызды да турап, бірге араластырып, ұсынсаңыздар өте дәмді лағмаджун шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.